Қайырлы күн баршаңызға қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен муравейник тортын дайындайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер және де ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге керекті заттарымыз қаймақ үй жағдайындағы және де сары май, шекер, ас содасы керек болады. Ыдысымызға сары майымызды салып аламыз және де үстіне шекерімізді саламыз. Енді шаншқымен жақсылап баса отырып біркелкі араластырып алатын боламыз. Міндетті түрде бөлме температурасында болса өте керемет болып шығады. Міне осылай кішкене араластырып болғаннан соң қаймағымызды салатын боламыз. Қаймақ менде қолдың қаймағы кішкене қатаңқырап қалған. Міндетті түрде қолдың қаймағымен жасап көріңіздер, өте керемет жұмсақ болып шығатын болады. Дүкенге қарағанда қолдың қаймағымен дәмдірек болып шығады. Осылай араластырып болғаннан соң үстінен жаңағы содамызды салатын боламыз. Осы рецепт бойынша азайтып немесе көбейтіп жасасаңыздар болады. Рецептін описание бөлімінен таба аласыздар. Міне осылай ас содасын салатын боламыз бір шай қасықпен. Енді тағы да кішкене араластырып болғаннан соң ұнымызды салатын боламыз. Ұнымызды бірден салып жібермейміз. Тым қатты болып кетуі мүмкін, сондықтан жартылай салатын боламыз. Менде 400 граммдай есептеп алдым. Егер қолға жабысып жатса, кішкене ұнды салуға болады. Міндетті түрде біздің қамырымыз қолға жабыспайтын жұмсақтау қамыр болуы керек. Міне жартылай салып алдым, енді қалған бөлігін осылай аз-аздан салып алатын боламыз. Енді әрі қарай қолымызбен ирейтін боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр дайын болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Енді қамырымызды алып, қолымызбен орташа етіп, осылай қолымызбен алып, сопақша етіп, немесе дөңгелекше етіп, тарелкемізге орналастырып аламыз. Бұл дайын болған қамырларымызды тоңазытқышқа салып қоятын боламыз 1-2 сағат көлемінде, сонда біздің қамырларымыз әдемі болып шығатын болады. Міне дайын болды, целлофанға салып 1-2 сағат көлемінде қалдыратын боламыз. 1-2 сағат өткеннен соң қамырларымызды алып ет татқышпен өткізіп алатын боламыз. Міндетті түрде ет татқыштың үлкен көзімен өткізіп алыңыздар. Міне осылай барлығын ет татқышпен өткізіп дайындап алатын боламыз. Міне қамырларымызды ет татқыштан өткізіп алып, осылай пергамент қағазына қамырларымызды кішкене арасын алшақтау етіп, барлығын тізіп шығатын боламыз. Міне дайындап болғаннан соң 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Міне қамырымызды қызарғанша осылай пісіріп алдық. Енді қамырларымызды барлығын дәл осылай пісіріп алатын боламыз. Және де ыдысымызға салып, қолымызбен осылай сындырып аламыз. Кішкене майдалау етіп. Міне осылай сындырып дайындап болғаннан соң вареный сгущенкамызды салатын боламыз. Мен бір құтысын салдым. Және де үстінен сгущенкамызды салып жібердім. Сгущенканы да екеуін араластырып жасасаңыздар өте керемет болып шығады. Дәмі. Ал сгущенканың өзімен істесеңіздер, тым қатты болып қатып қалатын болады. Сондықтан вареный сгущенкамен араластырып жасасаңыздар болады. Менде осы жасап жатқан рецепт бойынша менде печенкалары көбірек шыққан болатын, балалар ыстық күйінде ұнатып жеп қойған болатын. Сіздер дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер, көбірек шығатын болады бұған қарағанда. Енді осындай ыдыстарымызды алып шұңқырлау, пищевой пленкамызды орналастырып аламыз. Және де жаңағы дайын болған қамырымызды салып орналастырып, міндетті түрде осы салып болғаннан соң лопатаның көмегімен кішкене басыңқырап жіберіңіздер, формасын жақсы ұстау үшін. Міне осылай басып болғаннан соң
бетін жауып 1-2 сағат көлемінде тоңазытқышқа қалдыратын боламыз. Міне 1-2 сағат уақыт өткеннен соң біздің муравейниктеріміз дайын болды. Әсіресе бестік шәйге өте керемет тәтті торттардың бір түрі. Осылай формамыздан ыдысымызға түсіріп алатын боламыз. Міне біздің муравейнигіміз дайын болды. Енді бетіне әсемдік үшін сахарный пудраны сеуіп алдым. Әдемі көрінуі үшін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, аузыңызда қалатын торттардың түрі. Міндетті түрде осы тортты жасап көріңіздер, сіздердің сенімдеріңізден шығатынына сенімдімін. Сіздермен болған Гүлбану. Арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Арнамда басқа да рецепттермен бөлісетін боламын. Қош, сау болыңыздар.